Ауызашардың 3-ші күніне дәл осындай өте дәмді, сочный болып шығатын ыстық тағам түрін ұсынамын. Сонымен қатар парақшамда Рамазан айына арналған түрлі менюді бөлісіп жатырмын. Ең алдымен майға етті қуырып алып, үстінен су құйып демдеп қоямыз. 1 сағат демдесеңіз ет пісіп тұрады. Және де ірі көлемде туралған пиязды, сәбізді қуырамыз. Болгар бұрышы, чеснок, томат пастасы, ұнды салып, жақсылап араластырып, ірі көлемде туралған картопымызды саламыз. Және дәмдеуіштер, су құйып, осыны барлығын араластырамыз. Суды молырақ құйсаңыздар, сочный, күшті болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Картошкасы езілмей әдем болып піседі. Парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Рецепт ұнаса лайк басып, жақыныңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыз. Егер де үйіңізде азғантай ақ фарш қалса, осындай дәмді тағам жасаңыз. Бірінші табаға сармай салып, пиязды, болгар бұрышын 4-5 етіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен жаңағы азғантай фаршымызды саламыз. Томат пастасын және де тұз салып, жақсылап 5 минут қуырып, үстінен су құямыз. Одан кейін су қайнамай тұрып, кеме өнімінің осындай қатты жаймасын алып, тең ортасынан бөліп, ретімен орналастырып шығамыз да, бетін жауып, жай отта 15 минут бұқтырамыз. 15 минутта қамыр піседі. Үстіне ірімшікті себелеп шығамыз. 2 минутта осылай еріп, әдем болып тұрады. Жұмыстан шаршап келгенде тез арада дайын бола қалатын ең дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Негізі түшпәрәні әрдайым суға қайнатып пісіретін едім. Сосын инстаграмнан осы рецепті көріп қалып, жасап көріп жатырмын. Сармайды ерітіп, түшпәрәні салып, қып-қызыл қып осылай қуырып аламыз. Сосын үстінен 2 ас қасық қаймақ қосамыз да, және қара бұрыш қосамыз. Бұл Чонкустан фирмасының қара бұрышы. Жоғарыдағы нөмерге жазып тапсырыс беруге болады. Құрғақ және майлы приправалардың түрлері бар. Барлығын бір араластырып, үстінен 1 стақан су құйып қайнатамыз да, жай отта бұқтырып қоямыз. 10 минутта осылай пельмен пісіп шығады. Үстіне ұсақталған ірімшік және де укроп салып, тағы бір 2 минут демдеп қоямыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ерекше дәмді болып шығады екен. Маған қатты ұнады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, түшпәрә жақсы көретін достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Ачучук салаты ыстық тағаммен күшті желінеді ғой. Мына салатта қалыспайды. 1 литрлік банкіңізге жасап бірден жей бересіз. Бірінші қызанақты бөліп аламыз. Кәдімгі қызанақ болса, қиғашынан турасаңыздар болады. Пиязды осылай жартылай сақиналап, жұп-жұқа етіп тураймыз. Чеснок және кинзаны да ұсақтап турап дайындап аламыз. Соусына сұйық май және де Чонкустан фирмасының ақ және қара бұрышын қолдандым. Жоғарыдағы номерге жазып тапсырыс беруге болады. Енді 1 литрлік банкіге пияз, чеснок, кинза және де қызанақты салып, рет-ретмен осылай орналастырып шығасыздар да, үстінен соусымызды құямыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Салатымыз бірден дайын бола қалады. Тәрелкеге салып, қонақ дастарханға да өздеріңіз жесеңіздер де болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Шынымды айтсам, қыздар, өзім де таң қалып тұрмын. Бұл салатты мүлдем суға пісірудің қажеті жоқ. Барлығын кубиктеп турап, осылай духовкаға салып пісіріп аламыз. Ең бірінші қызылшаны, сәбізді және картопты осылай тізіп алып, үстінен сұйық май құйып, азғантай тұз себелеп, және де Чонкустан фирмасының ақ және қара бұрышын аздап себелеп шықтым. Дәл осы дәмдеуіштерді жоғарыдағы номерге жазып, WhatsApp-қа жазып тапсырыс беруге болады. Дәмі өте күшті, бағасы да қолжетімді. Ал енді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Дәмі, қыздар, супер болып шығады. Просто жасап көріңіздер. Азғантай пияз және тұз себелеп, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Духовкаға салып, осылай салат дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.